Саламатсыздар ма? 7-ші сынып. Бүгінгі бізде тақырып потенциалдық энергия. Физика пәні мұғалімі Омаров Серікбол. Ең бірінші бізде сабақта физикалық терминдерді айтып өтсек, яғни бүгінгі сабақтан үйренетін терминдер. Яғни механикалық энергия, механикалық жұмыс, кинетикалық энергия, потенциалдық энергия, дененің жұмыс істеуге қабілеттілігі, жұмыс жылдамдығы, массасы және көтерілу биіктігі. Ең бірінші бүгінгі бізде тақырып потенциалдық энергия болғаннан кейін ең бірінші энергияның өзімен танысып алсақ. Энергия ешқашан жоғалмайды және жоқтан пайда болмайды. Ол бір түрден екінші түрге түрленеді және бір денеден екінші денеге беріледі. Энергия қозғалыстың және материя түрлерінің әсер ету мөлшерінің өлшемі. Материяның әртүрлі қозғалыстарымен энергияның әртүрлері байланысты. Механикалық энергия, яғни екіге бөлінеді. Бірінші кинетикалық және потенциалдық энергия. Яғни потенциалдық энергия денелердің өзара орналасу бойынша анықталады. Яғни масса, онан кейін еркінсу үдеуі және де заттың я болмаса дененің биіктігі үшеуінің яғни көбейтіндісі осы потенциалдық энергия болады екен. Ал керісінше кинетикалық энергия денелердің қозғалу салдарынан туындайтын, яғни кинетикалық энергия масса мен көлемнің бір-біріне көбейтіндісі және де екіге бөлгендегіміз екен. Онан кейін потенциалдық энергия нақты анықтама беретін болсақ, денелердің өзара орналасуына, өзара байланысуына байланысты энергия. Дененің жер бетінен орналасу биіктігіне, яғни бірден бір байланысты екен. Потенциалдық энергия деп әртүрлі денелердің өзара орналасу бойынша анықталатын энергияны айтамыз. Яғни мына суретте бізге кішкене анықтама беріп кеткен. Садақ атып тұрған адамды көрсек болады. Яғни фотодан тартылған садақ потенциалдық энергияға ие болады. Ал жебе садақтан атылған кезде ол кинетикалық энергияға айналады екен. Потенциалдық энергия денелердің немесе олардың бөлшектерінің өзара әсерлесуіне байланысты энергия болады екен. Яғни біз оны джоульмен белгілейміз. Ол денелердің өзара орналасуына немесе серпінді деформация шамасына тәуелді. Жерден жоғары көтерілген денелердің потенциалдық энергиясы. Онан кейін тақырыпты түсініп алсақ, бізде тапсырма бар. Яғни бірінші тапсырма ол кестені толтыр. Яғни бізде физикалық шама атаулары, онан кейін белгіленуі, келесі кестеде формуласы, онан кейінгі бағанада өлшем бірлігі берілген. Яғни бұда ең бірінші кинетикалық энергия, жұмыс, ауырлық күші, әрекеттен көтерілу биіктігі, қуат, қысым, потенциалдық энергия, Архимед күші сынды терминдердің белгілену формуласы және өлшем бірлігін 3 бағанға орнын ауыстырмай дұрыс жазуымыз керек екен. Онан кейінгі келесі тапсырма бізде есеп шығару. Бізге А деңгейіндегі, яғни бірінші есеп, массасы 4 килограмм кірпіш жер бетінен 5 метр биіктікте жатыр. Яғни кірпіштің потенциалдық энергиясын табыңдар дейді. Мысалға біз ең бірінші берілген жазып аламыз. Бізде берілгені масса 4 килограмм. Онан кейін бізде H биіктік 5 метр. Енді бізге табу керек потенциалдық энергияны. Яғни бағанды сызып аламыз. Онан кейін си жүйесіне айналдыратын ештеңе жоқ. Бірден шешуін жазып шығарады екенбіз. Потенциалдық энергияның формуласы, яғни масса, онан кейін еркінсу үдеуі, онан кейін H биіктік. Физикалық шамалардың сандық мәнін қойып, енді
есептейік. Бізде потенциалдық энергия, бізде масса 4 килограмм орнына қойған кезде еркін түсу дегеніміз өзінің негізгі мәні ол қайтадан 5 метр биіктікке көбейтіп, сонда 40 ньютон болады. Оны қайтадан 5 метрге көбейткен кезде бізде 200 джоуль шығады екен. Сонда бізде жауабы 200 джоуль. Бірінші есеп осылай. Ал келесі бізде оқушылармен кері байланыс, яғни бүгінгі сабақта мен нені білдім, қиындық тудырған және мен не үйрендім, енді қолымнан келеді деген кері байланыс береді екенбіз. Онан кейін үйге тапсырма: 20 метр секунд жылдамдықпен қозғалған дененің кинетикалық энергиясы 400 джоуль болса, массасы неге тең? Ал екінші есеп: массасы 20 килограмм денені көтергенде 4000 джоуль жұмыс жасалса, дене көтерілген биіктік қандай болады? Яғни бізде еркін түсудегі 10 ньютон бөлінген килограмм. Яғни бүгінгі бізде қысқаша сабақ осы. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.